бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің жеке күнделігіме немесе планеріма обзор жасайтын боламын. Достар, яғни мынау менің жеке күнделігім немесе планерім десек те болады. Өздеріңіз білетіндей 2021 жыл келді және осы жылымызды құр босқа өткізіп алмау үшін осындай блокнот бастап, осының ішіне не істеп отырамыз, арман, мақсат бәрін жазып, қадағалап отыратын боламыз. Және сіздерге де осындай нәрсе алуды немесе осындай арман, сондайларыңызды жазуға кеңес беремін. Қана кеңес беріп қана қоймай, сонымен қатар сіздерге соны обзор жасап көрсетейін деп шештім өзімдікін. Сіздерге пайдалы және қызықты болатынына сенімдімін. Ал ендеше кеттік! Достар, менің планерімнің сырты осындай болып көрінеді. Сыртында барын итап деген жазу бар. Ол маған қатты ұнағандықтан, өте әдемі болғандықтан алдым және бұл бізде рандом бук. Яғни оның ішінде осындай жазулар, суреттер өте көп, әдемі болғандықтан, өзіме ұнағандықтан алдым деп айта аламын. Және де бұл өте ыңғайлы. Себебі бұл жерде, бұл точкада, яғни точкада жазуға да, сурет салуға да, сызба сызуға да өте ыңғайлы. Ең бірінші бетінде осындай қарапайым 2021 жыл Everyday Movies сөйтіп тұрады. Енді келесі бетінде кей және индекс деген жерлер бар. Бұл жерде кей деген жер, яғни бұл мен задачаларды қандай мен белгілеймін, задача орындалмаса қандай мен белгілеймін, соларды былай жазып қойдым. Және индекс деген жер, бұл яғни типа мазмұны секілді. Бірінші 2021-дің календарі шығады, ары-қарай кете береді. Индекс жерде жазып тұрғандай, ең бірінші менде 2021 жылдың календары шықты. Календарын сызып қойдым, және де событиялар болса домалақтап, астына қандай события екенін жазып қоямын. Қазірше январь айына ғана жазып қойдым, көріп тұрғандарыңыздай. Және де мен январдың соңына дейін 5000 тіркелуші жинағым келгендіктен, ең соңына январдың соңы 31 январь 5000 тіркелуші деп жазып қойдым. Келесі, ол менде осындай бет. Бұл жерде менде трекері және планы и цели деген. Трекері дегеніміз, яғни ол осындай зат. Сен әдетке бір нәрсені айналдырған келсе, соны сап қойып күнде істесең, домалақты бояп жүресің. Менде бірінші 9-да тұру, су ішу, қант жеу, сүтсіз шай ішу, қант жемеу деген секілді. И осыларды мен бояп қойып жүремін. Келесі ол менде планы и цели. Бұяқта мен өзімнің пландарымды және мақсаттарымды, жалпы соларды армандарымды десе де болады жазып қойдым. Және олар көп емес, және де осылай Генри Фордтың жақсы сөзі бар екен, я этого хочу, значит это будет деп соны жазып қойдым. Келесі бетінде музыка деп ондай жасаймын деп ойламадым, бірақ мында наушниктің суреті тұрғандықтан өзі салынып, и музыканың бетін жасай салдым, және тез жасай салған болатынмын, сол себептен қатты күшті болып шыққан жоқ, бірақ осы жаққа өзім сүйіктілендерімді істеп қойдым. Келесі бет ол менде книга және сериалы или кино. Мына жаққа мен оқығым келетін кітаптарды, ал мына жаққа сериалдарды, киноларды жазып қойдым. Қатты ерекше емес, және де мен күнделікті толтыруға ондай қатты көп уақыт алғанын қаламаймын, сол үшін әдемілеп 10 сағат өтпей тез толтыра саламын. Келесі ол менің ең маңызды беттерімнің бірі, ол трекері, Instagram және YouTube. Яғни бұл жерде мен Instagram мен YouTube'ты бақылап отырғанға деп айтса болады. Мына жерде мен Instagram'да қанша пост салсам осы жүректерді бояймын, және де подписчиктер болса подписчиктерді жазып отырамын. YouTube'да да тура солай, видео салсам жұлдызды бояймын және подписчиктерімнің санын жазып отырамын. Бұл солай қалай жұмыс істеп отырғанымды бақылауға өте ыңғайлы, және осы күнде 5000 подписчик болғанын қарағандықтан осы жаққа жазып қойдым. Келесі беттен бастап менде таза былай планер деп айта аламын, себебі мен бұяққа күнімді жоспарлап сөйтіп жүремін, күн сайын солай сандай мандай деп бәрін жазып қойдым. Кейін просто жаңағы жоспарларымды жазып қойып жүремін, өте ыңғайлы деп ойлаймын. Келесі ол менде идея на видео, қатты әдемі емес, асығыспен жасай салған болатынмын. Бұл жақта яғни жалпы видеоға идеялар және қызылмен сызылғандай қазір түсіруге мүмкіндігім бар видеолар. Ал көкпен тұрғандай қазір түсіре алмаймын, яғни рум-тур сондай видеолар болашақта болады, сіздер көп сұрайсыздар, бірақ қазір түсіруге мүмкіндік жоқ деген секілді. Және бұның көптеген беттерін әлі толтырған жоқпын, болашақта тағы да толтырам, тағы да мақсаттарым пайда болса, соны жазамын және сіздерге де кеңес беремін. Достар, осымен видео аяқталды. Және осы видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ал ендеше бәріне бай-бай!